Бұл масканы бір рет қолданып эффектіні көретін болсаңыз, тональный кремдер сізге мүлде қажет емес. Бұл маскамызға қажет болатын заттар кез келген ас бөлмесінен табылатын дрожжа. Дрожжадан 2 шай қасық қостым, бірақтан бұл маған көпті қылды. Сіздер 1 шай қасық қолдансаңыздар болады. Перекс водородты маскамыз бір келкі массаға келгенше аз-аздан қосып араластырамыз. Осымен маскамыз дайын. Бұл маскамызды аптасына 2 рет кешкі уақыттарда таза жуылған бетімізге қолданамыз. Бұл маскамыз бетімізге ровный тон береді және де майландыруды азайтып, түсіп жатқан, салбырап жатқан кожаларды қалпына келтіруге көмектеседі. 15 жастан кіші болған жандар кожасы құрғақ және де жүкті әйелдерге қолдануға болмайды. Пайдалы кеңестермен сіздермен бірге болған супер блогер Жанар. Каналыма тіркеліп лайк басып кетуді ұмытпаңыз. Келесі кездескенше бай-бай!